Каспийдің түбін ұңғы деп, ұңғы демекші әбеке, Каспийдің түбін бұрғылап, шұрық десік ұңғылап. Мұнайға қарық болам деп, байлықтан көзі бұлдырап, шетелдік компаниялар пұлдарынан пұл құрап, қазаққа түскен пайда сол, мұнайдан келер улы зат, бай табиғаты батыстың барған сайын құлдырап. Ұңғылардан аққан мұнайдан ластанып жатыр теңіздің, қалжырап ертең қат Каспий кимесін арал кебіннің. Осы бастан ойлайық өлкөміздің өмірін, шетелдіктер өңмеңдеп өлмеуін ғана тілеп жүр, өздерінің өгізін қайтсыздыққа басамыз, өкіметтің жалғыздан Даниял деген көзірін. Осылар жайлайды әбеке, ақтасаң елдің сенімін. Мұнардан мұнар күн мұсылмандарға мұңартып, күміс сақал абызды әруақтай құлартып, бал емізер ана жүр тарқамай жатып уызы, ақ емшегін суалтып, базарларда түгартып. Үкіметте үрке қарайды, үкімі болмай бұған түк. Пенсионерді қойды қарық қып, 5000 теңгеге қуантып. Жілікті шенеуніктер жүр, бір күнде 5000 теңгенің майымен жібін суартып. Белі бүкір кемпір шалдардан бензабагының құнартып, 2 қой бір сом оларға көкелерін қойған құлантып. Қарапайым ел біз жүрміз, бір-бірімізге мін артып, мін таппасақ сынартып, бесіктен белі шықпаған немереміз, нервін үйше береміз, пияншыға